Так, енді екінші есептен бастап шығарайық. Жазық айнаны 20 градусқа бұрғанда оның бетінен шағылатын сәуле қандай бұрышқа бұрылады дейді. Яғни бізде мынандай жазық айна болатын болса, так, бізде сәулелер осылай түседі. Мынау тетта и шағылуы дәл сондай тетта бұрышқа шағылады. Енді айтады, жазық айна 20 градусқа бұрғанда дейді. Яғни егер айна фи градусқа бұрылса, то есть бізде фиіміз 20 градус болып тұр, бұрылса, онда сәуле 2 фи градусқа ауытқиды деген сөз. 2 фи дегеніміз, ол бізде мына жерде 2 көбейту 20 градус, сонда 40 градус болады екен. Жауабы осындай болады. Яғни 20 градусқа бұрылса, бізде 40 градусқа ауытқиды деген сөз сәуле. Ал үшінші есепті шығарамыз. Бізге айтады, так, 60 градусқа тең екі жақты бұрыш құрайтын екі жазық айналық жүйеден жарық нүктесінің неше кескінін көруге болады дейді. Яғни сурет салып дәлелдеңдер дейді. То есть мына жерде бізде осындай екі айна болсын, арасындағы бұрыш 60 градусқа тең. И мына жерде бізде дене тұр дейік, зат. Енді осы жерден біз саламыз кескінін. Так, былай салынады. И мына жерден былай салынады. Так, и мына жерде бізде заттың бейнесі кескіні. Мен оны қызылмен қойын. Мынау кескін болады, мынау кескін, мынау и мынау. Сонда есептейміз 1, 2, 3 санайық, 5-е, n сонда 5-ке тең болады екен. n тең 5-ке. Енді формуламен жазатын болсақ, n тең 360 градусты бөлеміз альфаға, сонда 360 градусты 60-қа бөлсек, бізде 6 шығады. Яғни жалпы 6 зат көруге болады. Ол мынау өзінің заты, яғни шын затты көреміз бірінші, и 5-еуі кескіні. Сонда n-іміз 5-ке тең болады, ал заттың саны көрінетін ол 6. Жауабы мына жерге бізге кескінді именно тап деген, сол үшін 5-ті жазамыз. Ал енді төртінші есепті шығарайық. Бұл жерде былай дейді, күннің биіктігі 50 градус, асы құдықтың түбінен жарықтандыру үшін, горизонталь бағыттау үшін және жазық айнаны қалай орналастыру керек дейді. Яғни асы күн сәулесін горизонталь бағыттау үшін. Так, бірінші асынан бастаймыз. Так, мына жерде былай белгілейік. Мынау бізде күн болсын. Күннен бізде сәуле түседі. Жер бетіне сәуле түсті. Мына жағы бізде жер болсын. Мына жер бізде жер беті. Бұл арасы бізде 50 градус екен. 50 градуспен түсті. Енді бізде құдықты түбін жарқырату үшін дейді. То есть құдықтың түбін жарқырату үшін ол тік төменге қарай түсу керек, тігінен түсу керек. Өйткені бізде құдық мына жерде болатын болса, мысалы құдығымыз мынандай жерде болса, ол значит құдықтың аузына тік түсу керек деген сөз, мына жерге. Енді осы орындалу үшін біз бірінші так айнаны сызамыз. Мына жерде былай, сонда айнамыз былай тұрады деген сөз. Так, мынау былай бізде айна тұр. Мынау айнамыз. Сонда мынау айна мен мына жер бетінің арасындағы бұрыш, ол бізде бетта деп алайық. Мына бұрышты. Мына бұрыш бізде бетта бұрыш болады. Сәйкесінше мына жердегі бұрыш, мына жердегі бетта азайту 50 болады деген сөз. Мына жер бетта азайту 50, и мына жер тоже сондай, бетта азайту 50. Бетта азайту 50-ге тең. Так, бетта азайту 50-ге тең, бұл мынау бұрыш. Енді бізге осы жердегі мынау бетта бұрышты табуымыз керек. Ол үшін так, бірінші нені сызамыз, нормаль сызығын. Ол бізде мынау айнаға перпендикуляр сызық, ол былай сызылады. Айнаға перпендикуляр деген сөз, ол айнамен 90 градус жасайды. Мына жері 90 градус, и мына жері 90 градус деген сөз. Мына екі бұрышы, мына жері 90 градус деген сөз. Сонда егер 90 градус болатын болса, мына айнамен, онда бізде мынау бөліктігін и мынау түсу бұрышын табуымыз керек. Бірінші. Өйткені түсу бұрышы мен шағылу бұрышы екеуі тең, яғни түсу бұрышын табатын болсақ, біз шағылу бұрышын да тапқан боламыз. Сонда мына жері бізде 90 градус болса, мына бөлігі, так, мына бөлік бізде ол 90 азайту беттаға тең деген сөз. Өйткені беттамыз мынау, мына жері ол 90 градус, сондықтан 90 азайту бетта болады деген сөз. Сонда мынау түсу бұрышы, сонда мынандай мен белгілейін. Мынау түсу бұрышы болады. Бұл түсу бұрышы мынау нормальмен түскен сәуленің арасындағы бұрыш. Бұл бізде қарап тұрсақ, мынау 90 азайту бетта мен 90 азайту бетта қосамыз мынау 50 градусты.
мына 50 градусты, иә, то есть горизонтқа жасап тұрған бұрышты екеуін қосамыз, 50 градус, сонда тең болады 140 азайту бета деген сөз. Ол бізде түскен бұрыш. Түскен бұрыш бізде шағылған бұрышқа тең болады, ол мына жер бөлігі. Шағылған бұрыш мына нормаль мен шағылған сәуленің арасындағы бұрыш, иә, ол бұл жері 140 азайту бета. Енді қарайық, бізде мынау сәуле ол горизонтқа 90 градуспен түседі. Иә, горизонтқа 90 градуспен түскенде ғана ол нені жарқыратады. Сонда біздегі мынау бөлік деген сөз. Мына бөлік 90 градус болу керек сәуле мен мына горизонттың арасындағы, иә. Сонда біздегі 90 градусымыз, сонда 90 градус тең болады мына 90 градус, иә. Мынау бөлік, мынаны қосқанда 90 азайту бета деген бұрышты қосамыз. 90 азайту бетаны қосамыз, және мына бөлік 140 азайту бета. Так, қосамыз 140 азайту бета. Енді осыны ықшамдайық. Мына жерде екеуі қосылады. 90 азайтылады, иә, сонда 140 қалады. Мына 2 бета қосылады, сонда 2 бета тең болады 140-қа. Бетамыз тең болады 70-ке. Сонда 70 градус жасау керек деген сөз. Так, енді А жағдайын шығарамыз. Так, А жағдайында күн сәулесін горизонталь бағыттау үшін дейді. Яғни күн сәулесі бізде былай түсіп тұрса, так, мынау күн болса, сәулесі былай түседі, и горизонталь бағыттау керек. Шағылған сәуле былай кетеді деген сөз. Сонда мынау бізде 50 градус. 50 градус. Сонда айнамыз біздің, так, көк цветпен белгілейін. Так, айнамыз былай тұрады деген сөз. Былай тұрады. Так, енді қараймыз. Бірінші мынау айнаның бұрышын табайық. Мынау жерді біз бета деп аламыз. Мынау бета. Нормаль сызығын сызаймыз. Бұл былай сызылады. Мына жерде n, иә. Бұл айнаға 90 градус жасалып тұр. Мына жер бізде 90 градус деген сөз, иә. Мына жер бізде бета деген сөз. Бетаға тең. Енді қарайық. Мынау түсу бұрышы и шағылу бұрышы екеуі тең болу керек. И ол бізде 25-25 тең болады деген сөз. Өйткені 50 болып тұр ғой екеуінің қосындысы. Мына жер 25 деген сөз. Мына бұрышты жаңа айттық 90 градус, иә. Түсу бұрышы мен нормаль бұрыш, то есть нормаль сызығы мен айнаның арасындағы мына бұрыш 90 градус. Сонда бізде теңдеу былай болады. 90 градус. Мына жер табу үшін біз 25-ке қосамыз бетаны, иә, мына бөлікті бетаны. Енді сонда бетамыз тең болады 65 градусқа. Жауап осы. Так, 6-шы есеп шығарайық. Бізде диаметрі 5 см болатын дөңгелек мөлдір емес дискіге нүктелік жарық көзінен жарық түседі дейді. Яғни мынау бізде дискі болсын. Мынау дискі болса, осыдан жарық түседі деген сөз. Осылай қарай жарық түседі. Қарама қарсы экран бар. То есть мына жағында бізде экран бар деген сөз. Мына жерде экран бар. Диск пен жарық көзінің арасы 1 метр. То есть мынау жарық көзі болатын болса, осының арасы 1 метр. Ал мына жерде дискі мен экранның арасы, мынау дискі мен мынау экран болып тұр. Мына жер дискі, мынау экран, иә. Осының арасы 2 метр дейді. Мынау жер 2 метр. Мынау 2 метр дейік. Енді диаметрі, мынау дискінің диаметрі. Так, бұны қызылмен белгілеп қойын, чтобы шатаспас үшін. Мына жері диаметр. Бұл 5 сантиметр. 5 сантиметр. 5 сантиметр деген сөз. Енді бізге айтады, осы дискіден жарық түскенде мынау экранға мынау дискінің көлеңкесінің ауданын табу керек, иә. То есть бізде жарық былай түседі. Так, мына жерден былай түседі и мына жағынан былай түседі. То есть мына жақта жарық болады, мына ортасына жарық түспейді. Бұл дискінің көлеңкесі деген сөз бұл жер. Мына жерде жарық болады. Енді егер біз мынау радиусты тауып алатын болсақ, біз ауданды таба аламыз, иә. Сол үшін бірінші мына 2 үшбұрышты қарастырамыз. Мынау үшбұрышпен, мынау үлкен үшбұрышпен, мына кішкентай үшбұрыштарды салыстырамыз, өйткені олардың бұрыштары тең. Сол үшін бірінші 2 бүтін, мынау радиусы, мына диаметрі 5 метр ғой, а радиусы 2,5. Я сонда мына жері бізде 2,5-ке тең. Мына жері 2,5-ке тең. Сонда 2,5 бөлінген 1, мынау бөлігі, я, мынау кішкентай үшбұрышты қарастырып жатырмыз қазір, мынау үшбұрышты. Сонда мынау жері 2,5, мына жері 1. Екеуінің қатынасы ол тең болады. Мынау үлкен бөлігі, мынау y деп алайық. Мынау үлкен бөлігін y бөлінген мынау жалпысы үлкен үшбұрыштікі. Өйткені олардың бұрыштары тең. Сол үшін 3-ті аламыз. Сонда y тең болады. Яғни мынау 3 дегеніміз 2 плюс 1 деген сөз. Y тең болады 7,5 сантиметр. Бұл бізде радиус. Бұл көлеңкенің радиусы. Мынау көлеңкенің радиусы. Так, мына жерге көлеңке деп қоямын. Көлеңке радиусы. Енді бізге айтады ауданы тап деген, иә. Ауданы
ауданы s. Ол бізде пи y квадрат деп алсақ болады, немесе r квадрат, негізгі формуласы. Бізде радиусты мен y деп алғам, сол үшін y болады. Так, 3,14 көбейтеміз 7,5 сантиметрдің квадраты тең болады, жуық шамамен алғанда 177 сантиметр квадрат шығады екен. Жауап осы. Так, енді 7-ші есепті шығарайық. Бізде биіктігі 3 метр бөлменің ортасында төбеден 50 сантиметр қашықта шам ілінген дейді. Яғни бізде былай болады. Қазір бірінші бөлмені салайық. Осылай. Суретін салған кезінде есеп более түсініктірек болады. Так, мынау бізде биіктігі 3 метр. Так, 3 метр. Енді бөлменің төбеден 50 сантиметр қашықтықта шам ілінген дейді. Мына төбеден 50 сантиметр қашықтықта. Мына жер 50 дейтін болсақ, мына 50 сантиметр. Так, 50 сантиметр қашықтықта шам ілінеді. Мына жерде шам тұр. Енді шамның сәулелері тек жоғары қарай бағытталады. Міне тек жоғары қарай. Шамның үстінде төбеден диаметрі 60 сантиметр жазық айна орналасқан дейді. Так, диаметрі 60 сантиметр айна орналасады дейді. Так, мына жері сонда былай. Мына жерде айна тұр. Бұның диаметрі 60. Яғни 60 деген сөз, мына жері радиусы 30, мына жер 30, мына жер 30 деген сөз. 30 сантиметр. Мына жер 30 сантиметр, жалпы 60 сантиметр. Так, 60 сантиметр. Енді бөлме еденінде айнадан шағылған жарықтың диаметрін анықтаңдар дейді. Яғни жарықтың біз диаметрін анықтауымыз керек. Мынау айнаға жарық түседі, сол жарық айнаға түскеннен кейін ол еденге қарай шағылады. Сонда бірінші сәулелерін сызамыз. Так, мынау былай бірінші сәулесі, мына жағында екіншісі былай түседі. Мына жаққа созамыз, мына жарықты тағы да 0,5-ке проекциясын саламыз. Мына жерде 0,5 бар деп есептелінеді тағы да. Так, 0,5 деген, яғни 50 сантиметр ғой. Сол метрге айналдырғанда 0,5 болады. 0,5 метр бар. И мынау шағылып, мына жаққа айнадан түсті, айнадан шағылып төменге қарай түседі. Еденге түседі былай. И мына жерден проекциясын сызамыз. Осылай. И бізге табу керек мынау радиусты. Мына жері r-ді табу керекпіз. И диаметр табу үшін просто r-ді 2-ке көбейтеміз. Сонда бізде мына жақта қарап тұрсақ, 2 үшбұрыш шықты. Бірінші мынау кішкентай үшбұрыш. Бұны былай бояп қояйын. Так. Мынау кішкентай үшбұрыш. И екінші мынау үлкен үшбұрыш. Мынау үлкен үшбұрыш, жалпы үшбұрышты аламыз. Мынау үлкен үшбұрыш. Енді осылардың бұрыштары қарап тұрсақ тең болады. Мынау бұрыш пен мынау бұрыш тең болады, И осы бұрыштардың тангенсін алады екенбіз. То есть тангенс дегеніміз бұл тангенс альфа, то есть а бөлінген б-ға тең, Яғни мынау екі катетінің қатынасы. Сонда бірінші біз кішкентай үшбұрышты алатын болсақ, мынау үшбұрышты, оның бір катеті мынау 0,5 метр. Сонда а-мыз бізде 0,5 метр болады. Мына жерде 0,5 метр бөлеміз. Мынау катеті 30, өйткені радиусы айнаның радиусы бізде 30-ға тең. Сонда астына 30 деп жазамыз. Так, мынау бізде метрмен, мынау сантиметрмен болды. Қазір қысқартамыз. И енді үлкен айнаныкі. Мынау бізде альфа деп белгілеп қойын. Мынау да альфаға тең. Мына үлкен үшбұрыштікін алайық. Үлкен үшбұрыштікі бізде мынау радиусы r. Так, үлкен мынау катеті ол 3 метр қосу 0,5 метр, Сонда 3,5 метр болады. 3,5 метр бөлеміз арға. Енді осы жерден арды табатын болсақ, мына 30 метрді, 30 сантиметрді, то есть көбейтеміз 3,5 метрге, бөлеміз 0,5 метрге. Сонда метрлер қысқарады. Тең болады 210 сантиметр қалады екен. Енді бұны метрге айналдыратын болсақ, r бізде тең болады 2,1 метрге, Енді бізге айтады диаметр тап деген. Диаметрді табу үшін біз радиусты 2-ке көбейтеміз. 2r-ге тең. Сонда 2 көбейту 2,1 метр, бұл 4,2 метрді береді. Жауабы осы. Так, 8-ші есеп шығарайық. Бізде 2 айна бер. Так, 72 градус. Енді осы жерден былай сызайық, ортасынан былай. Так, бұл бізде 36 болады, яғни 72-ні 2-ге бөліп тұрмыз ғой. Сонда 36 болады. Енді бізге айтады бір айнаға түседі дейді. Мына жақтан былай алайық. Былай бізде сәуле түсті дейік. Сәуле түседі. И ол мына жаққа қарай шашырайды, шағылады. Екінші айнаға. Созып қоямын. Екінші айнаға шағылады. Так, қазір шағылғанын түсіреміз.
былай алсақ болады оны. Өзімізге оңай болу үшін. Так, былай шағылады. Енді осы жердегі қазір нормальдарды сызамыз. Бұл бізде нормаль мынау айнаға 90 градуспен түседі. Бұл N1-дікі, бірінші нормаль. И мына жақтан екінші ден шашырайды. Екінші мына айнаға түсіп тұр ғой, ол айнадан да не қылады, шағылады екен. Сонда бұл былай түседі деген сөз. Енді бізге табу керек бұрыш, ол мына бұрышты табуымыз керек. Мына бұрышты табу керекпіз. Енді ол үшін қазір бізге белгілі бұрыштарды жазып алуымыз керек. Так, бірінші түсу бұрышы несін табаймыз. Түсу бұрыштары, шағылу бұрыштарын табамыз. Мынау бірінші түскен сәуледен мына екеуі тең бізде. Өйткені мынау түсу бұрышы, мынау шағылу бұрышы болып тұрады N1-де. Енді бұл бізде қаншаға тең болады? Мына жер 36 болса, мына жер 90 болса, мына жері 54 болады деген сөз. 54 болса, мынау сонда 36 деген сөз. 36 градус болады деген сөз. Енді мынау екінші неден, мына айнаға түскен, мынадан шағылып, мынау екінші айнаға түседі. Ол жерден тоже нормаль сызамыз. Нормаль бізде айнаға 90 градуспен сызылу керек. Так, N2 деп қояйық. Енді мынау бұрышпен мына бұрышты табуымыз керек. Бұл тоже сәйкесінше мынау екеуімен тең. Өйткені мынау 36, мына жер 90, сонда мына жерде 36-ға тең екен. Енді мына бұрышты табу үшін біз не істейміз? Мынау үш бұрышты қарастырамыз. Мынау сарымен берілген үш бұрышты қарастырайық. Сонда 180, жалпы мынау үш бұрыштың барлық бұрыштарының қосындысы 180-ге тең. Одан біз азайтамыз. Мынау 36, яғни 72, азайтамыз 72. Тең болады. Мына жерде мысалы альфа деп белгілей берейік. Альфамыз сонда тең 36-ға тең болады екен. Сонда мына бұрышта альфамыз, мына бұрышымыз 36 болып тұр. Енді мынау жазықтықты қарастырайық, мынау жазықтықты. Сонда мына жері 36 болатын болса, мына 180-нен 36-ны азайтамыз деген сөз. Сол кезінде бізде белгісіз тетта бұрышымыз шығады. Тетта бұрышымыз сонда 180-нен азайтамыз 36-ны. Бұл бізде 144 градусты берілген. Сонда мына бұрышымыз, тетта бұрышымыз 144. Яғни түскен сәулемен екі айнадан шағылған сәуленің арасындағы бұрыш мынау. Ол 144-ке тең. 9-шы есеп шығарайық. Бізде параллель жарық шоғы горизонталь тарайды. Горизонталь тарайды деген сөз ол осылай тарайды деген. Жазық айна көкжиекке қандай бұрыш жасап қойған кезде сәуле тік шашырайды. Яғни тік шашырайды деген сөз ол төбеге қарай 90 градуспен тік шашырайды дейді. Енді біз айнаны салайық. Айна қалай тұру керек? Айнамыз былай, айна былай кетті. Енді табу керек бізге мына бұрышты. Мына бұрышты табуымыз керек. Альфа дейік. Енді қарайық, мынау бізде 90 градуспен түсіп тұр. Сонда мына жерде біз нормальды салатын болсақ, мына екі бұрыш тең. Яғни түсу бұрышы шағылу бұрышына тең ғой. Сол үшін мынау екіге бөлінеді. 90 градус сонда 45 деген сөз. Енді бізге мына бұрышты табуымыз керек. Оны былай саламыз. Так, мынау былай тұрады. Сонда мына жер бізде 45 градус деген, 90 градус деген сөз. Так, мына жер 90 градус. 90 градус, Сонда қарайық, мынау бізде тоже 45 градусқа тең болып тұр. Яғни мынаумен екеуі тең деген сөз. Сонда 90, мынау үш бұрышты алатын болсақ, 90 азайту 45, ол бізде 45 градус. Альфамыз сонда 45 градус екен. 45 градуспен қою керек. Енді 10-шы есепті шығарамыз. Бізге айнаға түскен жарық көзінің көмегімен вертикаль құдықтың түбін жарықтандыру қажет дейді. Көкжиекке жарық сәулесі 30 градус бұрышпен бұрыш жасайды. Сонда жазық айнаның көкжиекке қандай бұрыш жасап орналастыру керек дейді. То есть мына жерден біз құдықты саламыз. Так, мынау құдық болсын. Осыған бізден шағылған сәуле, осыған вертикаль түседі дейді, төмен. Мынау шағылған сәуле. Енді түскен сәуле бізде көкжиекке 30 градус жасайды дейді. Мынау бізде көкжиек болатын болса, мына жағы көкжиекте болатын болсақ, ол 30 градуспен сол көкжиекке түседі дейді. Мына жер былай 30 градус деп алайық. Бұл бізде түскен сәуле. Мына жері 30 градус. 30 градус. Енді мынау айнамыз қалай орналастырамыз дейді. Айна бізде былай тұрады. Так. Мына бөлік, мынау нүктеден айна сызамыз. Мынау көк түспен белгіледім, бұл бізде айна. Енді бізге осы көкжиекпен, мына айнаның арасындағы бұрышты табу керек, мына бұрышты. Сонда бұны біз альфа деп белгілеп қояйық. Мынау көкжиекпен айнаның арасындағы бұрыш альфа деп белгіледік. Енді мына жерден біз нормаль сызамыз. Нормаль дегеніміз ол мына айнаға 90 градуспен түсетін сызық, Айнаға 90 градуспен түседі.
n нормаль деп қояйық. Енді біздегі түсу бұрышы, мынау түсу бұрышы болады. Мынау шағылу бұрышы, бұл бетта деп белгілейік, шағылу бұрышын. Ал мына жері бұл түсу бұрышы. Бұл екеуі тең болады. Яғни былай жазып қоямыз. Шағылу бұрышы ол бізде түсу бұрышына тең. Шағылу бұрышы түсу бұрышына тең. Енді бізде шағылу бұрышы мынау бетта болатын болса, түсу бұрышы бізде мынау мен мынаның арасы. Сонда мына жері 90 градус деп есептейтін болсақ, 90 градус десек болады екен. 90 азайту бетта деп. Өйткені мына жері бізде 90 болып тұр. Ал бізге мына бөлік керек. Сол үшін мынаны алып тастауымыз керек та. Сол кезінде 90-нан беттаны азайтатын болсақ, бізде мына бұрыш шығады екен. Енді сонда 90-нан беттаны азайтатын болсақ, бізде мына бұрыш шығады бөлігі. Енді бізге мынау жасылмен белгілеп қойған бұрыш керек. Соны табу үшін біз 30-ды оған қосу керекпіз. Өйткені мына бөлік бізде 90 азайту бетта болып тұр, мына бөлік. Енді мына 30-ды қосатын болсақ, бізге түсу бұрышы шығады. Сонда 90 азайту бетта қосу 30 деген сөз. Мына 30 градус. Сонда бізге мына бөлікті таптық деген сөз. Енді осы жерден беттаны табамыз. Беттамыз бізде тең болады. Мына екеуін қосылады, 120-ны 2-ке бөлеміз, өткен мынау бетталар қосылады. Сонда бізде 60 градус шығады екен. Сонда мынау түсу бұрышы және шағылу бұрышы бізде 60 градусқа тең болады. Енді мына жер 60 градус болатын болса, мына бөлік 60 градус болатын болса, онда мына бөлік 60 градус болатын болса, енді бізге мынау бөлікті табу керек, яғни альфаны табу керек біз. Мына жерден беттаны азайтсақ, мынау 30 деген сөз. Мына жерге беттаны қоятын болсақ, мына бөлікте, сонда бізде мынау 30 градусқа тең деген сөз. Мынау 30, ал мынау жалпысы 90 болып тұр. Сонда бізде 90 бұл тең болады. Мына бөлікті қосамыз, мынау 30 градусты. 30 қосу мынау 30 қосу мына бөлік. Мынаны қосамыз. Сонда қосатын болсақ, бұны тетта деп ала берейік. Теттаны қосамыз. Сонда теттамыз бізде 60-қа тең болады екен. 30-қа тең болады екен, 30 градус. Сонда мына жер 30 болып тұр, теттамыз 30 болып тұр. Енді мына бөлікті табу үшін 30-ға 30-ты қосамыз. Сонда альфамыз 30 градусқа 30 градусты қосамыз деген сөз. Сонда 60 градус шығады. Жауап осындай болады.